Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен мясо по-тайски жасайтын боламыз. Өте дәмді тамақтардың бір түрі. Алдымен қажетті заттарымызды турап дайындап алатын боламыз. Етімізді алып, осылай үлкен жалпақ етіп турайтын боламыз. Піскен кезде езіліп кетпеу үшін әдемі көрінеді. Жұқа етіп тураймыз. Жылқының еті, сиырдың еті өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты сала бересіздер. Майсыз болса әдемі шығатын болады. Турап болғаннан кейін етімізді енді сәбізімізді майдалау етіп турайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қызанақ қосасыздар ма, болгар бұрышы, қияр, сәбіз, картошка қоссаңыздар да болады. Мен осылай қажетті заттардың барлығын турап алдым. Видеодағыдай етіп, үлкен етіп тураңыздар. Піскен кезде езіліп кетпейді, әдемі көрінеді. Сарымсағымызды да турап аламыз, майдалап. Енді табамызға майымызды құйып, етімізді қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Суы шыққанша қақпағын жауып 2-3 минутқа отқа қоямыз. Менің арнама жаңадан қосылғандар болса, егер видеом ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, бірінші болып видеомды сіз көре алатын боласыз. Етіміздің суы шығып, көріп тұрсыздар. Енді пиязымызды салатын боламыз. Араластырып, пиязымызды салып, тағы да қақпағын жауып, пиязымыздың суы шыққанша қалтыратын боламыз. Осылай пиязымыздың суы шыққаннан кейін енді араластырып, сәбізімізді, қиярымызды, турап қойған заттарымызды салып, араластырып, тағы да 20 минутқа қалтыратын боламыз. Астын бәсеңдетіп қойыңыздар. Енді етіміз жақсы пісу үшін тағы да су құйып, енді болгар бұрыштарымызды, сарымсағымызды салып, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен паприка мен қара бұрыш, тұз қостым. Енді жақсылап араластырамыз дағын. Бір ас қасықта соевый соус қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Түсі әдемі көрінеді, көріп тұрғандарыңызда. Енді қақпағын жауып, бәсең отта тағы да 20 минут қалдыратын боламыз. Енді күрішімізді дайындап аламыз. Күрішімізді пісіретін ыдысымызға аздап май құйып, қуырып аламыз күрішімізді. Содан кейін су құямыз. Күріш батқанша. Жарты кесе күріш алсаңыздар, 1 кесе су құйыңыздар. Енді осылай пісіп, аздап суы қалғанда сары майымызды салып, тағы да араластырып, қақпағын жауып қоятын боламыз. Бәсең отта пісіретін боламыз, түбіне алып қалмау үшін. Аздап суы қалған кезде отты өшіріп, қақпағын жауып қоямыз. Енді осылай пияламызды, немесе үлкендеу ыдысымызды сулап, күрішімізді салып, басып, осылай формаға келтіріп, әдемі көріну үшін төгіп аламыз. Кен еттерімізді шеттеріне салып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте әдемі, сочный, аппетитный болып тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецептерім ұнап жатса, лайк басып тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер салам.